Сен білесің бе, қазақтар кім екенін білсе, әлемді басқарады. Ой, қазақтар бірінші өзін басқарып алсын. Ол күн алыс емес, нағыз қазақ келер ұрпақта. Индира, сен маған мынаны айтшы, қай ұлтты өзінен басқа ұлттар мақтаған? Шетелде бәрі мақтайды. Кел, қасыма отыр. Міне, қара, шешен ұлтының баласы. Қазақтармен байланысымыз ерекше. Жойылу қауіпінде тұрғанда олар бізді құтқарып қалған. Ал күрд азаматы былай айтқан. 1937 жылы депортацияланған халықтың бірі күрдтер болған. 20 мыңдай күрдті Таразға алып келді. Бізге қазақтар адам жейтін халық деп айтқан. Бірақ әжем таңда азан дауысын естігендерін айтты. Азанды естігенде сол жаққа қарай жүгірген. Мұнда мұсылмандар тұратынын. Ал мұсылмандар адам етін жемейтінін түсінген. Сөйтіп әр қазақ отбасына бір күрд отбасын алған. Қазақтар сонда сол ұлттарды білмесе де көмектескен. Көп елде болдым. Бірақ бір қазақты көрсем, туғанымды көргендей сезінем. Мынаны қара, тағы да бір дерек. Қазақ елі бізді аштықтан құтқарған. Ақмола өңірінде Алжир деген лагерь болған. Ол халық жауларының отбасын ұстаған түрме. Онда әйелдер мен балалар болған. Сонда әйелдер қоршаудың ішінде жатқан. Ал қазақ ауылынан келгендер жақындап келіп тас лақтырады екен. Мұны көрген әйелдер бізді халық жауы деп ойлап тұр ғой деп күзеліпті. Кейін қараса, тасы құрт болып шығады. Құрт қазақтың ең құнарлы асы. Осылайша Алжирдегі әйелдердің біразы құртты азық етіп жанын сақтаған екен. Дәл осы сияқты деректер көп айта берсең, бұл алаңның қазаққа берген ерекше қасиеті. Осыдан кейін қалай біз қазақта даналық, тазалық, мәдениет жоқ деп айтамыз? Мұхтар Әуезовтың Абай жолын саған сыйға берем. Оқы және оқы. Деп Ленин айтқан, е? Жоқ. Оны да қазақтар айтқан ба? Жоқ, бұл Құран кәрімде алғаш айтылған сөз.